Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақындығы, ұстаз болу мінездің күн шуағы, азбайтұғын адамның алтындығы. Дей келе, үздік сынып жетекші 2024 атты сайысқа өз таныстыруымды ұсынамын. Мен Бакетжанова Гүлмира Солдатқызы, Қарақия ауданы, Жетібай номері 4-ші жалпы білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімімін. Өмірді ұзын дәліз деп есептейтін болсам, мен қызыға кірген алғашқы есік педагогика әлемі болды. Ал педагог шәкірт жұлдызын жағып, үлкен өмірге бағыттап, жетелеп жүретін тұлға екені белгілі. Әрі қарай мектептен кейінгі таңдауымды педагогика саласымен байланысуына себепкер болған олар ұстаздарым. Мектеп қабырғасында жүріп, ұстаздарымның жүріс-тұрысына, сөйлеу мәдениетіне, балаларға деген мейірімді қарым-қатынастарына еліктеп өстім. Мектеп табалдырығын 1989 жылы аттап, 2000 жылы осы қызмет атқарып жүрген мектебінен түлеп ұштым. Мектептен соң Ақтау қаласындағы педагогикалық колледжін аяқтап, содан соң Орал қаласындағы Батыс Қазақстан инновациялық технологиялық университетінде жоғарғы білім алдым. Қазіргі таңда 2007 жылдан бері номері 4-ші жалпы білім беретін мектепте бастауыш сынып мұғалімі қызметін атқарып келемін. Биыл еңбек жолыма 18 жыл толуда. Санатым зерттеуші. Менің басты мақсатым тәрбие мен білім беруде елдің ертеңі болатын білімді, ізденімпаз, мәдени дүниетанымы кең, адамгершілігі мол тұлға қалыптастыру. Бүгінгі таңда 4 түлек шығарып, биыл қайтадан 1-ші сынып қабылдадым. Әр күніміз оқушылардың тәтті қылықтарын қызықтаумен, ізденіспен, ұйымдастырылған сынып сағаттарымен, тәртіп, форма, тәрбие бағытында жүріп жатады. Мұғалім бәрінен де қымбат. Өйткені мұғалім мектептің жүрегі деп Ыбырай Алтынсарин айтқандай, мұғалім мамандығына таңдау жасағаныма еш өкінбеймін. Ақылды, инабатты, білімді, алғыр шәкірттеріміз көп болсын дегім келеді.